жерге барған сияқтысыздар, Көктөбеге де барыпсыздар. Біраз уақыт бірге өткізген сияқтысыздар. Қалай болып жатыр таныстық? Біз екеуміз де прогулканы жақсы көреміз. Негізі прогулкалар көп бізде. Киноға еще көп барамыз. Көп кездесулер болып жатыр. Азаннан кешке дейін енді бұл кісі білмеймін, андай көрмесе тұра алмайды екен, күнде кездесу. Сізге солай айтып жүр ма? Әсем, күнде көргім келеді, көрмесем тұра алмай жүрмін деп. Иә. Не деп айтады, айтсаңызшы? Ну, жаңағыдай, көрмесем тұра алмаймын деген сияқты. Бүгін кездеспей-ақ қояйық десем, мен көргім келіп тұр сізді деп. Сөйтіп келіп алатыны бар. Бүгін кездесім келіп тұрған жоқ деп айтпайды. Айтпадың ғой деп. Бірақ андай шашап тұрған сияқтымын деп та, андай еркелігін көрсетті. Сол кезде жоқ, неге кездесеміз, шығасың деп шығарып аламын өзім. Жарайсыз, негізі енді таныстық басталғанына көп болған жоқ. Бірақ қалай өрбіп жатыр, прогресс бар ма? Ал айтып отырсаңыздар, қандай қырынан байқап жатсыздар бір-бірлеріңізді? Мен негізі бұрын Әсемді ойлайтын, ондай тұйық, сондай бір ұстанымды сондай қыз шығар деп андай тұйық ше. Жоқ, мен қасымда андай тұйық емес, еркелеп, өзінің қылығын көрсетіп, майысып, сызылып, сондай қырынан көріп жатырмын. Мен ойлағаннан қарағанда қаттырақ қылықты екен. Ерке екен еще. Бәлкім сізбен солай шығар? Мүмкін. Әсем? Енді барлығы ойлайды ғой, мен солай тұйық деп, мен кез келген адамға өйтіп ашыла бермейтін адаммын да өзім. Сол бір жаныма жақын адам болғаннан кейін солай ашылып, еркелеп жүргенім бар. Ал Расулбектің сізге жасап жатқан қадамдарының барлығы ойыңыздан шығып жатыр ма? Енді айтып отырсыз ғой өзіңіз. Бізде кейде енді қыздар айтып жатады ғой, маған көп болып кетті, маған демалу керек деген сияқты. Сізде бір сондай әңгімелер жоқ па? Әлде сізге керісінше көп уақытты бірге өткізген одан да ұнауы мүмкін? Қалай? Негізі бұл кісінің қасында мен өзімді өте комфортно, андай күшті сезінемін да. Ау? Қобалжып отырғанымша. Неге? Білмеймін. Екеуіңіз бірдеңе айта алмай отырған сияқтысыздар, қобалжып. Соны айтайыншы мен. Нені? Негізі біз сыртта жүк болып алдық. Мәссаған. Кешірім сұраймыз. Ол қалай? Қыз бен жігіт болып. Ол жұп болайық деп бір-бірлеріңізге айттыңыздар ма? Мен Оны айттым. түсінбей жатырмыз. Әзілдеп жатырмын негізі аласаған. Расулбек. Тіпті біз енді тек қуанышқа ризамыз ғой, біз қашанда жұп болсаңыздар, бірақ бәрі өз ретімен асығыстық болып қалған жоқ па деп ойлап қалдым. Әзіл ғой, аласаған жоқ емес. Бірақ ниетіңіз сондай. Негізі соның ауылы алыс емес сияқты. Бұйырса. Ауылы алыс емес сияқты. Андай қазіргі кезде бір-бірімізден андай шын айтам бір дұрыс емес қырлар, кішкене ұрсу деген сияқты, бір-бірімізге ұнамсыз қылықтар, іс-әрекеттер әлі байқалған жоқ. Әлі байқалған жоқ болғанда қанша уақыт өтіп еді сіздердің қосылғандарыңыз? Бір апта болды ма? Бір аптада. Енді әлі бәлкім алда, енді байқала қоймайтын шығар сіздерде, бәлкім тіпті байқалмай-ақ та қойсын. Ол қанша айлап та болмауы мүмкін, мүлдем тіпті сіздер бір-бірлеріңізге сондай бір мінсіз келетін жан болып, ыңғайлы болып сіздерге ешқандай да мінез көрсетуге тура келмеуі де мүмкін. Негізі дұрыс айтасыз. Негізі алдында кездесуде... Сіз не ете алмай отырсыз? Мен жоқ, айтып жатырмын ғой енді. Мен түсінбеймін, екеуіңіз ортаға шықтыңыздар, әңгімелер көп та соң қайсын бастарын білмей деп ойланып отырмын же. Бастаңыз енді кез келген біреуінен. Алдында Әсеммен таксиде кетіп бара жатқан кезде мамасы жазып жатыр да. Мамасы жазып жатыр. Мен де бен қарайсың ғой, көрсем, енді іштей қуанып қалдым негіз. Мен мақтап жатыр да. Жақсы жігіт екен, ақылды, сені қорғай алатын сияқты, мінездерің жақсы жарасатын сияқты деп менің руым сұрап жатыр екен. Кішкене риза болып қалдым. Сөйтіп Әсем енді әжесінің қызы ғой, апасының қолында өскен қыз, тура мен сияқты. Сізді мақтап жатқан бірақ анасы, иә? Анасы да, әжесі де шынымен сәлем жолдаймын сіздерге. Үйдегілердің көзқарасы негізі күшті бұл кісіге қазіргі таңда. Көп жүріп қалмаңдар, көп созылып Сізде қалай болып жатыр, үйдегілер не деп жатыр? Менің де отбасымда осы жағдайға ұқсас әңгімелер кетіп жатыр. Менің жеңгелерім де, менің анам да, алдында әкемді айттым ғой. Енді сол кісілер де енді айтады, мінездерің жарасса, мінездерің бір-бірімен келіп тұрса, үйлесіп тұрса, оны созып, бір-бірлеріңді кішкене андай дұрыс емес қырынан көріп, сондай әңгімелер болғанша, лучше жақсы кезде
ыстық темірді ыстық кезде соқ дейді ғой, сондай тұста бір әрекетіңді жасап нақты қадамдарыңды жасағаның кішкене орынды сияқты дегенге келтірді негізі. Негізі жақсы екен, шынымен де отбасыларыңыз қолдап отыр, өздеріңіз ешқандай жұптыққа келе жатқан сияқтымыз деп айтып отырсыздар, сіздерге қарап Баласаған сұрақ қойыңызшы. Иә, жалпы Фатима? менің сұрағым, енді әлеуметтік желіде бір бит көріп қалдым да, Әсемнің, мен өзім ол жерде жарты сағат болдым ол туған күнде, сосын кетіп қалған болатын. Әсемнің биін көріп қалдым да, және жерде өте ерсі. Неге Фатима ерте кетіп қалдыңыз? Себебі жаймен кішкене бізде келіспеушілік болып қалды, сөзге келіп қалдық. Сосын біз деген Барыс екеуміз бөлек общий залда бар, өзіміз отқан болатынбыз. Барыс екеуіңіз бөлек кеттіңіздер. Жоқ, енді өзім жалғыз өзім жүрген жоқ, Барыста болған қасымда жүр, мен сенімен басында өзім отырайын деген. Барыспен кетіп қаласың? Жоқ, өзім общий залға кеттім да басында деген. Сосын Барыс деген, блин, қалай жалғыз өзің отырасың, давай бірге отырайық деді сосын. Жақсы, енді Ринатпен жақсы, оны кейінірек сұрай жатармыз. Сұрағымен жаңағы ерсі бейіне көз қарасын, және де жаңағы көңіл көтеретін жерге қалай қызды жалғыз өзін жіберіп қойдың? Сен үшін ол дұрыс па? Мына жерде енді билемейтін сүттен ақ судан тап-таза адам айтып жатыр да, әңгіме. Жоқ, енді билегенде бейі болады ғой негізі. Бейдің де бейі болады, бірақ сенікі ана жерде өте ерсі билеген жоқпын. Түріне Мен қараса... жігітпен билеген жоқпын, жігітке жабысып билеген жоқпын. Мен Марикомен ол жерде жарыс болды, жарыс болғаннан кейін солай биледік болды. Артық ештеңе көріп тұрған жоқпын, ол видео негізі өйтіп ерсі деп айтатындай. Әсем, мен сен таныстап жүрген қызсың, қасында жігітім бар демекші, еще ол жерде жалғыз өзің жүрсің. Расыл, сен қалай қызды жалғыз өзің жүріп қойдың ондай жерге жалпы? Оған көз қарасың қалай? Дұрыс па ол? Көз қарасым негізі барғым жалғыз дегенде келді. сіз бармадыңыз ба? Айгүлге де айтты, мен туған күніме құттықтадым. Менде бір шаруалар шығып қалды. Басқа қаладан менің бір ағам келді, және сонымен мен бір жерге баруым керек болды. Өте маңызды нәрсе болды. Сондықтан енді бір үйден бір адам деген сияқты примерно. Әсемді жібердік. Ол жерде енді шынымен Әсем бара сала маған видео жіберіп қайта-қайта, мен мына жерде отырмын, бүйтіп істеп жатырық, билейін деп жатырық деген сияқты, және таксиге отыра салып маған хабарласып, негізі не істеп жүргенін, не әрекет жасап жатқан мен барлығын біліп отырмын, негізі хабарда болдым. Балаусахан, осы жерде қалайсыз, Балаусахан, амансыз ба? Бүгін қол бұрып тұрсыз. Рахмет. Мен мынарды айтқым келіп отыр, жыртық тесікке кіреді, тесік несіне кіреді деп ше. Общий залға кетіп қалдық деп жатыр ғой. Сен ол жерде ол саған тек әшейін повод болды да. Барыспен оңаша кету повод болды саған. Маған болған жоқ. Екіншіден, мен айтпаймын, мен сен заказда тыңдадым ғой. Мен біріншіден ол жерге маған бәрі болған жоқ. Фатима, тыңдап алайық. Өйтіп ортаға мені тығудың қажеті жоқ. Саған повод Барыс үшін оңаша кетулерің болды. Даже Барыс сені үйіңнен апарып, үйіңнен алып келіп, таңертең кешке дейін ас суың үшін бірін бәрін істеп жүрген сол ғой. Оған несін айтып отырсың? Айтып болдың ба, Ринат? Иә, айтып болдым. Енді қара тыңда, мен не үшін болған айтып берейін саған. Басында біз деген отырды. Алып кетіп жүр деген дәл сол туған күнге байланысты ма, әлде күнделікті? Бәрі күнде, Балаусахан, күнде. Құдайдың құтты күні бірге кетеді. Жоқ, анағына жауап берейінші, не үшін болған жалпы болмаймын ешқашан, ешқандай кім болса да өзімді сыйлайтын адаммын. Ол жерде Ринат отырып маған өлең айтпай қойшы, мен өлең айтқым келді да басында. Өлең айтпай қойшы дейді, қасында Ақерке отырған. Ақерке, сен айтшы өлең, сен айтшы. Не болды саған, Ринат, говорю? Нормально все, говорю, сен сыйламайды екенсің, айтса бетіме, говорю, бұндай движенияларында ондайынды қой, говорю. Сөйтіп тұрдым да жыным ұстап кетіп қалдым. Ондай ұнамайды маған 200. Мына жерде Балаусаханым, мысалы енді эфирде басқасыңдар бұл. Ортаға тыққан. Эфирде басқасыңдар ғой, былай өмірде басқасыңдар. Балаусахан, осы жерде айта кетсем, жалпы енді Әсемге айтып жатыр ғой, Фатима, мен түсінбей жатырмын да, ерсіленіп билеп, Расулға сұрақ қойып жатыр ғой, ондай көңіл көтеретін жерлерге қалай жібересің деген сияқты. Енді бұл жерде Әсем жалғыз өзі, бөтен ешкім танымайтын жерге барған жоқ. Бірінші отырғаннан кейін сол жерге бізге сеніп жіберді негізі Әсемді. Және де сіз жаңа ақталып жатсыз ғой. Жоқ, мен Барыспен тек қана сол кезде ғана дейін көріп жүр ғой, күніге эфирден қайтқаннан кейін Барыстың машинасының алдына отырып тұрып бірге қайтасыңдар ғой, оның несін жоққа шығаратындарын түсін. Я бірге қайтамыз, я мен апарып тастайды үйге дейін. Онда тұрған не бар екен? Туған күнде де мысалы, сен туған күнде де мен сол күні алып кетші деп попросить еткем болды. Жоқ, сіздер тұрған не бар мысалға? Фатима, көре алмай отырсыңдар ма? Несін көре алмаймыз? Құрсын машина әңгімелеп отырсыңдар біз Барыспен жүргенімізді. Не үшін әңгіме қылмайды екен? Біз араласамыз болды, онда тұрған не бар? Сендер де араласасыздар. Фатима, оны мен сұрадым. Сіздер күнде бірге келіп кетіп жүрсіздер ма? Қалай деп мен сұрадым. Күнде емес, Балаусахан. Балаусахан. Күніге сол күні сол Мысалы қатысушылар басқаша айтып жатыр. Менің сұрауым заңды. Біздің арамыздағы екі қатысушы күнде бірге келіп, бірге кетіп жүретін болса, кез келген жерде бірге жүретін болса, не бар екен араларында? Не қылып жүр екен бірге деген сияқты, ол заңды сұрақ, онда тұрған ештеңе жоқ. Балаусахан, жоқ, негізі сол күні именно попросить еткен болатын, Айгүлдің туған күнде алып кете салшы, мен өтініш бірге барайық деп.
жіберейін қатысушылар 1 минут. Негізі бағана енді Әсемге айтып жатыр ғой, сен қалай ерсі биледің деп. Менің Әсемім ол жерде жігіттерге жабысып жүрген жоқ. Біріншіден, ал екінші тарапқа өтетін болса, Фатима, сен өзің жаңа барысқа жабысып, мені алып барып тасташы, әкеп тасташы деп айтып алып, сен қалай жігітке жақындамаған қызға сен бүйттің сөйттің деген әңгіме айтып отырсың. Жабысып деп енді сендер дұрыстап сөйлеп үйреніңдер. Жабысып сөйлеу деген ол бөлек, жабысу деген бөлек. Ол сөз тіркесі ғой енді. Сөз тіркесі керек емес мына жерде. Жабысқан деген сөз ол басқа нәрсе. Ал Попросить ету деген, өтініш деген ол басқа нәрсе. Ол тарап неге қатты өзіңізге ауыр қабылдап қалдыңыз негізі? Потому что сендер без факта, без повода сөйлеп жатсыңдар неде жабысып деп. Кім Әлде жабысып жүр? әлде бір үлкен жерде- әңгіменің шеті түрілгеннен кейін ішіңіз ашып кетті ма? Мен ешқандай ішім ашып жатқан жоқ, біріншіден. Екіншіден, мен бұл кісіге жабысып жүрген жоқпын. Үшіншіден, мен бұл кісіні дос ретінде қабылдаймын болды. Бұл Фатимаға мына жерде баласаған Ринат. қызбен жігіттің достығы мынандай болатын болса, қызбен жігіт жүргенде не істемейді деймін да ол кезде онда. Мысалы қарап отырсаң, мысалға қазір барыс вообще өзгеріп кетті. Даже барыс екеуміздің андай араласуымызда вообще андай не болып кетті. Досыңызды қызғанып жүрсіз ба? Жоқ, мәселе қызғанғанда емес, Балауса ханым. Енді Мен просто досым болғасын андай қимай жүрсіз бе әлде? қимағанда емес, андай жоба шартын бұзып жібере ма деген ой ғой менікі. Сондай жағдайға тап болмаса екен деймін да. Уайымдап жүрсіз ба сонда? Конечно, Балауса ханым. Мысалы жаңа доспыз деп жатыр ғой. Енді дос болса, дата болса, досың мықты екен. Даже сен балаңды ертіп бірге шаш алдырады. Не дейсіз? Балауса ханым, Даже дейтін баласы ертіп барып бірге өзінің баласы ұстап бірге шаш алып жүр да. Фатиманың баласын ба? Мысалы деймін да, ол дейтін достыққа жатпайды ғой деймін да. Мысалы нараға келіп бір қыздың андай ғой, Әсемнің бір билегенін көремін. Мысалы сендер кеше залда отқанда, мысалы ана жерде қаншама адам отыр. Я біз кабинкеде енді өзіміз клиент қатысушылар. Залда қаншама адам бар. Дата уже сен андай не істегенің ба, басқа қыздарды қасыңа толтырып алғансың. Ол жерде мысалы қаншама не болды деймін да мысалға. Не болды Не қанша? болмай жатыр. Сен би деп сен Әсемнің биін айтасың. Сен залдағы сендердің билерің вообще страшно ғой. Ринат, не болып жатыр? Айтсаңызшы, қаншама не болды дейсіз? Не болғанын біле Не болмай алмай. жатыр, Балауса ханым. Қазір мен мына жерде бір нәрсе айтайын десем бар ғой. Иә? Мен дейтін сергектің сергегімін ғой деймін да. Ол жерде мынам бәрі компьютерде тұр ғой. Кім не істеп қойды, кім не істеді, кім не істеді, кіммен кім не кетті. Мысалы деймін да. Просто кәмен сөйлесем андай намыстарына тиіп жіберем ба деп отырмыншы. Ринат, Жоқ, енді түсінбей сен отырмын. таза Барлықтарыңыз өсекші отырып алып- болғаннан кейін солай сөйлейсің. Конечно, Жасырып отырған сияқтысыздар. Расулбек, сізде бір нәрсенің шетін түрілгеннен кейін ашуланып кеттің дедіңіздер. Не болды ол жерде? Енді мен ол жерде Расулға сіз болмасаңыз сізге Әсем айтты ма? Әсем айтқанда жоқ, дәл осы сәтті айтқан жоқ, бірақ барлық нәрсе не болды, кім не істеді, негізі барлығын білдім Әсемнен. Бірақ мына жерге келетін болсақ, қазір негізі Барыс пен жаңа Фатиманың арасында көрсеткісі келмесе де бізге көрініп қалып атқан бір дүниелер бар сияқты негізі. Ол дүниелер негізі жақын арада бір жұптық демесем де таныстыққа ұласатын сияқты негізі. Ой, тас. Балауса ханым, тұра Балауса тұршы, ханым Ринат бола ма? айналайын. Ринат, тұра тұр кішкене. Саламатсыз ба, Балауса ханым, қалайсыздар, қазақ елі? Бағанан бері менің атым аталып жатыр ғой әйтеуір. Негізі ортада Расул мен Әсем еді. Не үшін? Дұрыс айтасыз, Барыс. Иә. Расул мен Әсем жайлы сұрайық, содан кейін сіздерден Иә, мен өзім сұрақтарымызды ойымды айта кетсем болады ма сұраймыз. Расул мен Әсем жайлы? Негізі енді біреу былай айтады, біреу былай айтады. Расул енді өзі менің болған кейін сырласқанымыз бар. Негізі жұп әдемі, жақсы жарасады бір-бірімен. Расул арасында айтып қалған болатын, үйленуге барам деген сияқты осы қызғашы. Сол себептен бір аяқтан шалмай, кішкене бір қолдап жіберсек дұрыс болады деп ойлаймын өзім. Сол. Мен де айта кетсем бола ма, Балауса ханым? Көңілдеріне ешқандай Қайырлы күн баршаларыңызға. күмәнім жоқ. Енді жаңа Әсемді айтып отыр ғой, ерсі би деп. Енді қыздар жаңа би жарысы болды да, сол кезде ойын ретінде билеген болатын жарысып. Ода тұрған ештеңе жоқ. Жас қыз ғой, енді көңіл көтеріп билегенде ойнағанда тұрған. Бірақ былай ғой, қатысушылар, Дәулет, мысалы, мен неге ол әңгімені сұрап жатырмын, себебі мен түсінем, барлықтарыңыз жассыздар, бойдақсыздар, қыдыруларыңыз керек шығар, оны да түсінем. Бірақ сіздерде жауапкершілік бар, иә? Осы жерде Қосылайық бағдарламасының қатысушысыздар. Елдің алдында үлкен кісілер бар қаншама, ол кісілердің алдарыңызда жауапкершіліктеріңіз бар сіздердің. Және жобада отырған әр қатысушының өзіндік ұстанымы бар, өзіндік пікірі бар. Бірақ туған күндегі қылықтарымен ол пікір өзін ұстауы мүлдем сәйкес келмейді. Мен де, көрермен де көздері ашық жандар ғой, көріп отырмыз.
біз енді таңғалып қалдық. Иә. Халықты алдайсыздар ма, сонда сіздердің Иә, енді. шынайы өмірлеріңіз басқашаша, эфирде басқашасыздар ма деген енді ана сұрақ. арасында Басқа. кейбір ерсі билер бар енді, ол кішкене енді ят болған екен, енді салып жібергендерде, Да, көрдік. оның үстіне билегенде бір кішкене андай жоқ негізі Жоқ, барлықтарыңыз ұялып бір нәрсені жіберген бар, айта енді алмай сіздің отырсыздар. әңгімеңізбен қосыламын енді. салып жіберген Бірақ енді- негізі орынды болған сияқты. Әсемдікін айтып жатқанмын ғой, ондай бір ерсі ештеңе болған жоқ дегендейші. Сіз кімдікін айтып жатсыз? Әсемдікін айтып жатырмын мен. Бірақ ерсі билер болды деп сіз кімді меңзедіңіз сонда? Енді Жәнібектікі енді кішкене қиындау болған екен енді. Жәнібек? Иә. Жәнібек. Шынымен халық Микрофон отырғаннан кейін ондай сияқты, билер микрофон кішкене сұрамайды ерсі да. болады енді. балауса ханым, мына жерде деймін да, Жәнібекке тиісіп кетіп өтті деймін да, Жәнібектің қылығы. Сенің өзің қылығың қалай болады, сонда сенің қылықтарыңды қалай түсінуге Дәулет? Сен не істемедің? Дәулет не істеді? Ол Дәулет не істемеді? Айтсаңызшы. Сұрақ. Бірақ өзіне сұрақ қойып отырмын да. Мәссаған. Мен не істедім? Ой, жігіттер, не Құттықтау ойлап істедіңіздер? Қазір сұраймыз, Дәулет не істеді? Жай не білет, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз. Ханымдар, маған әдеттегідей. Head Shoulders? Сенде қайызғақ бар екен білмеппін. Менде қайызғақ жоқ. Head and Shoulders, сенде қайызғақ жоқ. Семья – это наше все. А мне? С кефиром Foodmaster, таким натуральным и вкусным. А мне? Я уверена, что даю им самый... Мақсат біздің ортамызға түсу ма, әлде біздің сырттағы ата-анамызға бір-бірімізді жексұрын қылып көрсету ма? Ертең жақсы болып кетіп болашақта, ол менің келіншегім болып, анамның келіні болған кезде, менің анам болған біртүрлі көзқараспен қараса, ол қалай болады мысалы? Бірақ Расулбек, қараңызшы, былай ғой, Аягөздің сұрағында тұрған жалпы мына нәрсені кез қатысушылар келген түсінейікші. қатысушының, Балауса Расулбек, ханым, тыңдаңызшы, мен сіздің жаңағы ренжісіп қалдыңыздар ғой сөзге келіп, иә? Аягөздің айтқаны былай, Әсем ұзақ қарым-қатынаста болды. Қазір бұрынғы жігітіне бір нәрсені дәлелдегісі келетін сияқты. Мен біреудің бақытын жаға аламын, мен тұрмысқа шыға аламын. Сен мені алмадың ғой деген сияқтыны бір жеті қыз баласы айтады ғой, бұрынғы жігітіне дәлелдегісі келіп жатқан сияқты деген ойды жаңа айтты ортаға. Ол кез келгеніңізге айтылуы мүмкін. Ол керісінше менің түсінгенім бойынша сізге бір жаңа жанашырлықпен, ал Әсемнен шындығын сұрайын деп тұрған жоқ па? Неге асығыстық деген